Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан трендтағы дубайский шоколадымызды жасайтын боламыз. Ал енді бисмиллах деп кірісеміз. Ең алдымен табамызға ұнымызды, крахмалымызды және де сұйық майымызды барлығын қосып араластырып, қазір катайфи тестасын жасайтын боламыз. Негізі ол катайфи бізде табылуы өте қиын екен және де қымбатқа түседі екен, сондықтан да өзім үйде қолдан жасайтын болдым. Өйткені мен іздеген дүкендердің ешқайсысында болмады, оны маған күту керек болды, сондықтан да оны күтіп жүрмей мен өзім үйде жасайтын болдым. Ал енді қазір барлығын араластырып болғаннан соң үстіне майымыз бен суымызды құйып, жақсылап түйіршігі болмағанға дейін араластыратын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өйткені бұл шоколадтың дәмі өте керемет екен, менің өзіме қатты ұнады. Сондықтан да сіздер де жасап, өздеріңіз үй-іштеріңізді қуантып жасап көріңіздер. Қазір біз барлығын біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып, содан соң міндетті түрде сито арқылы өткізіңіздер, өйткені көзге көрінбейтін түйіршіктері болып, содан соң сіздердің катайфиларыңыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде видеода көрсетілгенде етіп сүзбеден ситодан, яғни өткізіп алыңыздар. Мінекей осындай көзге көрінбейтін майда түйіршіктері көп болып қалады, сондықтан да міндетті түрде осылай жасап алыңыздар. Содан соң қызып тұрған табаларыңызда ешқандай май құймастан осылай видеода көрсетілгендей етіп сызықтарыңызды жасап аласыздар. Яғни жіп тәріздес айналдыра отырып видеода көрсетілгендей етіп жасап шығыңыздар. Содан соң міндетті түрде кондитерлік мешок пен сковородканың ортасы қатты алшақ болмасын. Түсіндіріп айта кеткенде, кондитерлік мешоктарыңызды қатты көтеріп жібермеңіздер. Үйтіп көтеретін болсаңыздар, осындай каплялар пайда болып қалуы мүмкін. Сондықтан да жақындатып тез арада жасап шығуларыңыз қажет. Мінекей қыздар, осындай болып шықты біздің катайфиіміз. Енді қазір осыны біз турап қуырып алатын боламыз. Бұл катайфиді жасағаннан соң қалғанын морозильникке салып, керек кезде алдын ала шығарып жұмсартып алсаңыздар болады. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер. Осы катайфиларымызды біз қазір турап сковородкада қуырып алатын боламыз. Мінекей қыздар, біз сары майымыздан кішкене қосып, содан соң катайфиді қызарғанға дейін, міндетті түрде қызарғанға дейін қуыратын боламыз. Егер қызармайтын болса, онда сіздердің қытырлақ катайфиларыңыз шықпай қалады. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Енді қазір фисташкамызды, яғни фисташковая пастамызды қосып, біркелкі масса етіп араластырып аламыз.
Мінекей қыздар, осындай болып шығады. Негізі түрі қатты аппетитный болмаса да, бірақ дәмі енді шоколадтың өте керемет болады екен. Сондықтан да жасап көріңіздер. Енді ақ шоколадымыздан тағы да кішкене ерітіп аламыз. Ол бізге шоколадымыздың астынан узор жасау үшін керек болады. Сіздер узорды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген түрін жасай берсеңіздер болады. Енді шоколадымызды, еріп тұрған шоколадымызды алып, осылай ыдысымызға, формамызға құйып шығатын боламыз. Менде Калибаут шоколады, сіздер өздеріңіз дүкеннің болса да, кез келген шоколадын алып қолдана бересіздер. Енді формамызға жақсылап жайып, содан соң үстінен салмамызды салатын боламыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, менің видеомды соңына дейін қарап, және де менің әдісім бойынша дайындап көріңіздер. Егер маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде төмендегі подписация батырмасын басып, маған тіркеліп, лайк басып, және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей қыздар, біздің шоколадымыздың асты дайын болды. Енді қазір ортасына салмамызды саламыз. Мінекей қыздар, біз салмасын салып біттік. Енді үстінен еріп тұрған шоколадымызды да жағып, жақсылап формамызға келтіріп алатын боламыз. Қыздар, осымен біздің өте керемет дубайский шоколадымыз шығатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер, оны сатып алу міндетті емес. Негізінде өздеріңіз үйде жасап көрсеңіздер, ең ыңғайлысы әрі үйлеріңіздегі барлық жандарды да қуанта аласыздар. Сондықтан да өздеріңіз жасап, үй іштеріңізбен бөлісіңіздер, менің рецептім бойынша жасаңыздар, және де маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, сау болыңыздар.